Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Назерке Бауыржанқызы. Сіздермен бүгін бағалаудың түрлерімен бөлісетін боламын. Ендеше назар аударыңыз. Бірінші бағалау бұл әуе шары. Яғни 1-ден 10-ға дейінгі балды бересіз. Сосын әуе шарының әрқайсысына оқушылардың суреттерін қоясыз. Сосын тақтаға ілесіз. Сонымен оқушылар тақтадан өздерін көріп, таласып, сабаққа қатысатын болады. Енді бұл жерде айтып кететін сіздерге ұсынысым, дескрипторды дұрыс қоя білуіңіз керек. Сол кезде қызықты өтеді. Келесі бізде медал деп аталады. Бұл жеке тапсырманы орындатқан кезде оқушыларды бағалауға өте ыңғайлы бағалауымыздың бірі болып табылады. Қола, күміс және алтын түрлері бар. Яғни оқушыларды ынталандырып, осы бағалау шкаласын, яғни бағалау жүйесін жүргізуіңізге болады. Келесі бізде трансфертер бағалау әдісі деп аталады. Бұл енді математика, геометрия, алгебра сабақтарында қолдануға өте ыңғайлы. Осылайынан үлгісін шығарып апарып, нәтижелер арқылы 1-ден 10-ға дейін өздерін бағалап отыратын болады. Келесі бағалаудың түрі бізде бәйге деп аталады. Яғни параққа оқушылардың аты жөнін, жалпы сыныптағы оқушылардың аты жөнін жазып қоясыз. Сөйтіп 1-ден 10-ға дейін бағалау түрін жазасыз. Сонымен қай оқушы қалай сабаққа қатысып отыр, мына жылқыны сол оқушының тұсына жабыстыратын боласыз. Яғни мысалға дескрипторға байланысты. Енді бұл жерде дескрипторды жақсы қоюыңыз керек. Мысалға бір сабақта 3 тапсырма орындайтын болса, балды дұрыс бөле білуіңіз керек. Сонда өте қызықты өтетін болады. Мысалға дескрипторды үй тапсырмасына 2 балл, жаңа сабақтан кейінгі тапсырмаға, бірінші тапсырмаға 2 балл, екінші және үшінші тапсырмаға 3 балдан қоятын болсаңыз, жалпы балл 10 балл болса, солай оқушыларды бағалайтын боласыз қатысу деңгейіне байланысты. Енді өздерінің бәйгесі, яғни бәйгедегі жылқысының шабуын көріп, оқушылар қанаттанып, сабаққа белсене қатысуға тырысатын болады. Келесі бағалау бізде машина түрінде бағалау жүйесі. Міне осындай үлгісі, сол үлгісін қырқып, оқушыларға апарып беретін боласыз. Яғни күнде түрлендіріп, неше түрлі бағалау арқылы бағалататын болсаңыз, оқушыларға өте қызықты болады. Және сабаққа қатысуға деген деңгейі арта бастайды. Яғни қызығушылықпен оқушылар сабаққа белсене қатысатын болады. Келесі үлгі осындай кольцо домалақ түрінде берілген. 1-ден 10-ға дейін тілшелер арқылы осылай бағалайтын боласыздар. Келесі бағалау әдісі бізде ноутбук әдісі, яғни ноутбуктың осындай үлгісін шығарып, оқушыларға апарып бересіз. 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші тапсырма бойынша дескриптор балдарын қойып шығасыз. Яғни сол арқылы оқушылар өзін-өзі бағалайды. Жеке тапсырманы орындатқаннан кейін осы ноутбук әдісі арқылы бағалатсаңыз өте тиімдірек болады. Келесі бағалау түрі бізде осындай краска түрінде, яғни оқушыларды қызықтырып осылай берсеңіз де болады. Келесі бізде 1-ден 10-ға дейін осындай қылып берсеңіз де өте керемет. Жеке бағалау тәсілі ретінде берсеңіз болады. Өзіңізге де уақыт жағынан үнемді, оқушыларға да өз-өзін бағалауға. Келесі бізде осындай домбыра. Домбыраны да дәл осылай 1-ден 10-ға дейін берілген. Ортасына балын және аты жөнін жазатын болады. Бұл да оқушының жеке өзін бағалауға өте тиімді тәсілдердің бірі. Келесі бізде смарт сағат түрінде осылайынан бағалау түрін берсеңіз болады. 1-ден 10-ға дейін оқушылар өз-өздерін бағалайтын болады. Келесі бізде осындай термометр түрінде берілген бағалау түрі болып табылады. Бұл да ерекше бағалау түрінің бірі. Келесі бізде осындай 1-ден 10-ға дейін сызғыш түрінде берсеңіз болады. Яғни оқушылар өздерінің алған балын тұсына белгілеп қоятын болады. Міне осылайынан сабақта қолдансаңыздар болады. Осылай маркермен түртіп қояды балын. Келесі өзін-өзі жеке бағалаған кезде осындай ұялы телефон арқылы оқушыларды бағалатсаңыз болады.
орындаған тапсырмалардың тұсына жаза кететін болады. Келесі осындай бағалау парағын беріп, аты-жөнін жаздырып, қандай тапсырма орындағандарын жаздырсаңыз болады. Бұлар жеке тапсырма орындаған кезде оқушыларға бергенге өте қолайлы бағалау әдістерінің бірі болып табылады. Келесі жеке тапсырма орындаған кезде оқушыларды ынталандыру, қанаттандыру мақсатында осылайынан ақша тарқатып тиын тарқатсаңыз болады, және сабақтың тақырыбына байланысты, жануарларға байланысты осылай ақылды, сен мықтысың деген сияқты, болмаса өсімдіктерге байланысты болса осылай бал қылып берсеңіз болады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Қазақша арнаны қолдап, маған жазыла кетіңіздер.